Том Киттен. Миссис Табита Твитчеттің 3 марғауы бар. Олар Миттен, Маппет және Том Киттен. Үшеуі де әп-әдемі жұп-жұмсақ үлпілдек тон киіп жүреді. Марғаулар баспалдақтан жерге домалап түсіп, шаңға аунағанды ұнатады. Бір күні Табита Твитчет құрбыларын шайға шақырды. Қонақ келер алдында балаларын жуындырып, әдемі киімдерін кигізбек болды. Алдымен шараға жылы су құйып әкелді. Содан соң марғаулардың беті қолын сабындап жуды. Олар сүлгімен өздері сүртінді. Одан кейін анасы марғаулардың жүнін тазалады. Суреттегі жүн тазалап томпиып тұрған Миттен ғой. Анасы құйрықтарын тарап, мұрттарын ширатты. Тек Том Киттен шыдамсыздық танытып, анасын тырнап ала жаздады. Миссис Твитчет Маппеттен Миттенге аппақ алжапқыш тақты. Мойындарына шілтері жаға байлады. Марғаулардың анасы енді ер баланың сәнді киімін алып шықты. Киім сәнді болғанымен ыңғайсыз екен. Мұны Том Киттен бірден сезінді. Соңғы кезде әжептәуір өскен Том топ-толық еді. Көгілдір костюм оған тарлық етіп, түймелері пытырлап үзілді. Анасы түймелерді қайта қадап берді. Миссис Твитчет марғауларды киіндіріп сыртқа шығарды. Енді тоқаш пісіріп, қонақтарға ас әзірлейін. Сендер аяққа оратылмай, сыртта ойнай тұрыңдар, дейді ол. Жұмысына кедергі болмасын дегені ғой. Үстеріңді былғамаңдар, тек арт аяқтарыңмен жүріңдер, күлге аунамаңдар, тауық қорамен шошқа қораға жоламаңдар, тоғандағы үйректермен ойнамаңдар деп қосты тағы да. Жарайды анашым, жақсы десті марғаулар жамырай. Тек артқы аяқпен жүру оңай дейсің бе? Миттен мен Маппет тәлтіректеп келе жатты. Бір кезде көйлектерінің етегіне шалынып, екеуі де жерді сүзе құлады. Тұрып үстерін қақты. Қап, көйлегіміз айғыздалып қалыпты ғой. Дуалға отырып күнге қыздырынайық деген ұсыныс айтты Маппет. Тастардың үстімен секіріп шығуға болады. Миттен мен Маппет алжапқыштарын теріс қаратып киіп алды. Сөйтіп тастан тасқа секіре жөнелді. Осы кезде Маппеттің шілтер жағасы ағытылып кетті. Енді оның жерде жатқанын қарашы. Киімі тар Том Киттен қайдан секірсін? Артқы аяқтарымен әрең жүріп келе жатты. Қап, ол енді секірейін дегенде түймелері пырт-пырт үзіліп қуысқа домалап кетті. Сонда да қалың көк майсаны қақ жарып жетті-ау дуал түбіне. Маппет пен Миттен қолынан тарта бергенде Томның басындағы қалпағы ұшып түсті. Ақыры не керек? Сүрінсе де, тайғанаса да дуалға шықты ғой әйтеуір. Марғаулар үсті бастарын қағып, дуалға жайғасып отырды. Кенет орталық көше жақтан пәт-пит, пәділ-пәт деп 3 үйректің шыға келмесі бар емес пе? Пит-пәт, пәділ-пәт, пит-пәт, пәділ-пәт деп бірінің артынан бірі тізіліп келеді. Үйректер де марғауды байқап кілт тоқтай қалды. Таңдана қарайды. Көздерінің кішкентайын-ай. Осы кезде Ребекка атты үйректің
қалпаққа көзі түсті. Ой, ол дереу қалпақты басына қонжита салды. Одан Джейма деген үйрек тек қалыспады. Ол шілтер жағаны мойнына тағып алды. Үйректердің бұл түрін көрген Миттенді күлкі қысты. Ол тіпті күлемін деп дуалдан құлап түсті. Артынша Маппет пен Том да төмен секірді. Сол кезде Маппет пен Миттеннің алжапқыштары Томның көк костюмі мүлде шешіліп қалды. «Мистер Дрейк, бері келіңізші» деп Маппет үйректердің көжегіне Томның киімдерін жинасып үстіне кигізуге көмектесіп жіберіңізші. Дрейк сақтана қырындай маймаң басып келді. Ол Томның киімдерін жинауын жинасты, бірақ бәрін өзі киіп алмасы бар ма? Үйрекке көк костюм мүлде жараспайды екен. «Бүгін неткен сәтті күн», деді Дрейк кежек барылдап. Сөйтті де құрбылары Джейма мен Ребекканы ертіп маймаңдап кете барды. Пит-пәт, пәділ-пәт, пит-пәт, пәділ-пәт. Табита Твитчет балаларын алып кетпек болып бақшаға келді. Қараса балалары әдемі киімінен жұрдай дуалдың үстінде әңгімені соғып отыр. Миссис Табита марғауларды дуалдан жұлқып түсіріп, майлы құйрықтан тартып жіберді. Марғаулар үйге қарай дедектей жөнелді. Қазір үйге қонақтар келеді. Ал сендердің түрлерің мынау, көзге көрінбей кетіңдер өз бөлмелеріңе, деп есікті сыртынан құлыптап қойды. Қонақтарға сендерді қызылшамен ауырып қалды дермін. Дәрігер төсектен тұруға рұқсат бермейді деп өтірік айтуыма тура келіп тұр. Қайдағы төсектен тұрмау? Аналары шыға салысымен марғаулар алысып жолыса бастады. Бөлменің астан кестеңін шығарды. Жоғарыдан марғаулардың сықылықтай күліп бірін-бірі қуаласқан дыбыстары естілді. Оны естіген қонақтар бір-біріне таңдана қарасты. Отырыстың сәні бұзылды. Осымен ертегімде аяқталды. Бір күні көлемді кітап жазып, Том Киттеннің өзге сотқарлықтары туралы ұзақтау әңгіме айтып беремін. Ал үйректерге келсек, олар тоғанға келіп шомылған еді. Сол кезде үстеріндегі марғаулардан алған киімдері сыпырылып, су түбіне кетіпті. Дрейк кежек, Джейма мен Ребекка үшеуі сол киімдерді әлі күнге дейін іздеп жүрген көрінеді.